Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге шоколадты осындай қылдырып бояудың техникасын көрсететін боламын. Ол үшін бізге темперированный шоколад қажет, ақ шоколад. Шоколадтың темперировать етуінің 2 видеосы менің каналымда бар. Сіздерге ыңғайлы болу үшін осы видеоның астына ссылкасын қалдырып қоямын. Міндетті түрде каналыма жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта шоколад жайлы әртүрлі видеолар салатын боламын. Содан кейін ақ краситель қажет. Бұл диоксид титана деп аталады. Бұл тағамды қоспа. Бұл қоспаның ешқандай зияны жоқ. Зубный пасталарда, дәрілерде аз мөлшерде салынады. Және де мынандай жирорастворимый краситель қажет. Міндетті түрде жирорастворимый алыңыздар. Сол кезде шоколадыңыз әдемі және дұрыс болып боялатын болады. Егер водорастворимый алсаңыз, шоколадыңыз іріп кетеді. Міндетті түрде осыны естеріңізде сақтаңыздар. Красительдердің әртүрлі түрлері болады. Сұйық және порошок тәріздес. Мен порошок тәріздесін қолданамын. Енді ақ шоколадына темперировать етілген. Соған диоксид титана порошогын қосамыз. Шай қасықтың ұшымен, көп қоспаймыз. Одан да аз-аздан, жай-жайдан қосып отырғанымыз жақсы. Осылай шай қасықтың ұшымен алып шоколадымызға саламыз. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін ситодан да өткізіп салсаңыз болады, бірақ мен осылай да сала беремін. Осындай мөлшерде шоколадымызға саламыз. Жақсылап осы порошок ергенше араластырамыз. Шоколадыңыз міндетті түрде жұмыс температурасында болу керек. Ол дегеніміз 28-27 градус. Жақсылап, интенсивно, бір қалыпты етіп, осылайнан силиконовый лопаткамен езгілеп отырып, жаңағы порошогымызды ертеміз. Өте мұқият қарап отырыңыздар, бірде-бір порошок езілмей қалмау керек. Себебі шоколад қатқан кезде ол сол қатып қалған порошогыңыз ақ болып көрініп тұрады. Сондықтан да осылай ыдыстың түбіне силиконовый лопатканың көмегімен жағып отырып, шоколадты порошокты ерітеміз. Диоксид титананы қоспайда шоколадты бояуға болады. Онда бірақ сіздің шоколадыңызда, мысалға егер көк деп жазып тұратын болса, я синий деп. Сіз егер оны диоксид титанамен ағартылмаған сарғыш шоколадқа қоссаңыз, онда сіздің шоколадыңыз көк емес, бирюзовый немесе мятный түс болып шығады. Яғни сары мен жаңағы сіздің алған түсіңіздің қоспасы шығады. Егер сіз тура сол сатып алған красителдің түсімен боялған қаласаңыз, міндетті түрде диоксид титанамен бояуыңыз қажет. Соны ұмытпаңыздар, ескеріңіздер. Порошок толығымен езілгеннен кейін өзіңіз байқайсыз, шоколадыңыз ағара бастайды. Ақ шоколад өзі болмысынан сарғыш болып келеді, диоксид титана қосқанда уже ағарады. Енді қандай түске бояғыңыз келеді, сол красительді да шай қасықтың ұшымен аздап алып, жаңа шоколадыңызға саласыз. Аз-аздан салып отырып, өзіңізге керек түсті шығарып алғаныңыз ыңғайлы болады. Егер красительді көп салып қойсаңыз мөлшерінен, шоколадтың дәміне әсер етуі мүмкін. Сондықтан да осылай аз-аздан салып отырған ыңғайлы болады. Красительдердің капля түрінде, сұйық түрінде және де порошок түрінде де түрлері болады. Сұйық түрінде қолданғанда өте мұқият болыңыздар. Көп тамып кетсе, оны қайтара алмайсыздар. Сондықтан да аз-аздан қасыққа құйып алып, шоколадқа салғандарыңыз дұрысырақ болады. Міне осылайнан силиконовый лопатканың көмегімен ыдысқа жағып отырып, шоколадыңызды бояп шығасыз. Мұқият қарап, асықпай жұмыс жасағаныңыз дұрыс болады. Міне маған осында ашық көгілдір түс керек болған. Өте әдемі болып шықты түсі.
маған ұнады. Егер де сізге көк түсті керек болса, тағы да кішкене бояуды қосып шоколадқа қанық қылдыруларыңызға болады. Бірақ тағы қайталап айтам, красительді көп қоспаңыздар. Себебі ол шоколадтың дәміне әсер етеді. Енді дайын шоколадымызды осылай кондитерский мешокқа құйып аламыз. Құйып алған соң өзімізге керек қалыптарға құйып шығамыз. Міндетті түрде кондитерский мешогыңыз, ыдысыңыз, силиконовый лопаткаңыз құрғақ болу керек. Себебі шоколад суды ұнатпайды. Бұл видеода мен сіздерге красительмен бояуды көрсеттім. Тағы да шоколадты натуральный красительдермен де бояуға болады. Оны келесі видеода көрсетемін. Мен осындай әріптерді құйғым келіп тұр. Міндетті түрде ұшын жіңішке қылдырып құйып алам, ыңғайлы болу үшін. Сосын формаға құйып шығам. Формаңыз таза әрі құрғақ болу керек, соны ұмытпаңыздар. Осылай әдемілеп, жайлап формама құйып шығамын. Егер де осындай шоколадный буквыды жасауды үйренгілеріңіз келсе, комментарийға жазып қойыңыздар. Мен сол туралы жеке видео түсіретін боламын. Бұның да өзінің нюанстары бар. Сондықтан да болған да жеке видео түсірген дұрысырақ. Видеоның соңында сіздерге жирорастворимый красительдердің тізімін беремін. Өзіңізге ыңғайлысын, қолайлысын алып қолдана берсеңіз болады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Кез келген уақытта жауап беруге дайынмын. Шоколадты формаға құйып болған соң, міндетті түрде осылайынан ұрғылап столға, сосын холодильникке салып қатырып аласыздар. Осындай әдемі қанық түсті көгілдір әріптер шықты. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі сабақта мен осы суреттегі киндер пиньятаның видеосын салатын боламын. Тағы да қандай видеоларды, техникаларды үйренгілеріңіз келеді, комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде қолымнан келгенше түсіріп салатын боламын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Видеоның соңында міне красительдердің түрлері.